Бүгінгі менің қонағым жас тиктокер, болашақ актриса Табылда Айнамкөз. Сәлем. Менің естуімше сен ауылда тұрады екенсің. Осы актерлық шеберлік үшін сен қалаға келіп кетіп жүргенің рас па? Иә, рас. Ол шындық. Шынғас базар үшін қалай көре алмаймын. Осылай күліп отырған жай. Ипотекаға үй алдыңдар ма жалпы? Жоқ. Сен класстастарымен бір өткізген қызықты оқиға бар ма? Алдымыздан апай шықтым. Апай біреудің үйіне қонаққа шақырған екен. Батыр апай. Бәріміз апайды көріп, артқа қарай қашқан есімде. Қазір бізге бір қызықты әзіл айтып берші. Баяғыда бір балық ішіп алып суға түсіп өлем депті. Ішпеген екі балық суда жарысып жатса, біреу айтады дейді, тоқташы деп қалмасыншы. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мансур. Балалар YouTube жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қонағым жас тиктокер, болашақ актриса Табылда Айнамкөз. Сәлем. Айнамкөз, қош келдің. Сенің инстаграмыңнан барлық видеоларды көрдім. Жақсы екен. Енді осы мақсатың не? Жалпы мақсатым ертең өсексе келе өзімнің ата-анамды, өз-өзімнің нанымды тауып жей алатындай, ата-анамды өзім асырай алатындай болғанымды қалаймын. Өйткені ата-анам мені осы уақытқа дейін осындай үйірмелерге қатыстырып, болашағымды өздері ойластырып жатқан үшін мен болашақта өзімнің ата-анамды осы менің қызым осы жерлерден көрсетіп жатыр, менің қызым осындай жерлерде киноға түсіп жатыр дейтіндей, өздерінің кеуделерін көтеріп жүре алатындай болғанын қалаймын. Өйткені олар мені осындай жетістікке жеткізіп, осындай үйірмелерге көбіне қатыстырып, өзімді алып жүре алатындай деңгейге жеткізіп жатқанына мен ата-анама көп рахмет айтамын. Ата-анам осы менің қызымды осы жерлерден көрсетіп жатыр, менің қызым осы жерлерде киноға түсіп жатыр дейтіндей болғанын қалаймын. Енді сен неліктен осы актерлық шеберлікті таңдадың? Өйткені өзіме қызық, өзім соған аздап еліктеймін, потому что менің видеоларым бәрі жақындарым көріп мақтайды, неге актерлікке қатыспайсың, неге Оралда қазір көп қой ондай қатыстыратындар деп, ақшаға болсын деп. Сосын мен қатысуды жөн көрдім, инстаграмнан көріп, осы актерлік шеберлікке осындай ашылып жатқан кісілерге көп айтатын алғысым өте көп. Сондықтан осы актерлік шеберлікті таңдадым. Өзімнің болашақ мақсатым осы актер болу. Енді сенің түсірген бір видеоңды қарайық. Неге осы біз жұрттарға ұқсап қаладан ұялмаймыз? Қымсап тұр сен. Ақшаңды жинады, алса іш бар. Бір емес, онын ал. Жоқ, ақшаға емес. Ипотемаға ше? Неге дейді? Ипотемаға. Ай, каталек. Не по тему сөйлейсің сен осы ше. Ипотека десе ипотека. Бар ғой сондай әйтеуір, білмеймін. Негізі бар ғой ипотекаға жолама. Әшейін құр әуре боласың ше. Неге? Ипотека алайын десең, доходың жетпейді дейді. 21 мың теңгені алай салайын десең, доходың көп дейді. Түсінбейсің, не по тему сөйлейді өздері ше. Ай, каталек, негізі сенің сөзің жаны бар. Ипотека емес, не ипотема негізі. Пәлем бәрін білесің сен ше. Апалар кеп атыр ғой. Керемет видео. Ипотекаға үй алдыңдар ма жалпы? Жоқ. Ипотекаға жолаймыз да алыпсың. Менің естуімше сен ауылда тұрады екенсің. Осы актерлық шеберлік үшін сен қалаға келіп кетіп жүргенің рас па? Иә, рас. Ол шындық. Өйткені актерлік шеберлікке қызыққаным сонша мен ана жерден болсын, кез келген жерден болсын келіп оқи беремін маған бәрібір. Жалпы өзің туралы бір қысқаша айтып өтсең. Менің атым Табылда Айнамкөз, жасым 13-те, 7-ші сынып оқушысымын. Янайкин ауылда тұрамын, осы Оралға 60 шақырым жердемін. Сол жерде тұрамын. Негізінде мен Жәнібектен көшіп келгенмін, ол жерге көшіп келгеніме 6 жылдай болып қалды. Кімге еліктейсің? Жалпы мен ешкімге еліктемеймін. Өйткені еліктеп сол бір кісіге жүре беретін болсаң, сен сол кісінің артынан еліктеп жүре бересің. Лучше өзің ешкімге еліктемей, өзіңді өзің қолға алып жүретін болсаң, үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Үйірмеде любой затқа пародия жаса деп айтады да? Енді сен қазір жылай аласың ба? Жоқ, енді күліп алу жылау қиын болады негізінде. Білмеймін, жылай алмаймын қазір. Онда күле аласың ба? Шынғас базар үшін қалай күле алмаймын. Осылай күліп отырған жай.
болғанша мен поэзия оқып берейін. Мен орала бермеймін өткенге көп. Кеткендерге айтатын өкпем де жоқ. Кеудеме қанжар салдым деп күлесің, ол менің жүрегіме жеткен де жоқ. Сен күлесің, естер қалады деп, жүрегім жазылмайды жаралы деп, сен ұқпаған жыр толы жүрегімді жақында біреуім деп алады кеп. Сен күлесің, жылайсың күліп тұрып, бүлдіресің барлығын біліп тұрып. Жанбайсың деп айтуың артық енді, мен қалайша өшемін үміттіріп. Жана сен жақсымын деп айта алмадым, қалаймысың өткенді қайтарғанмын. Бақыттымын дегеніме сенбейсің бе, бір күні тура қарап айтам бәрін. Жақсы, керемет оқыдың. Достарың, сыныптастарың сені осы өнерді қалай қабылдайды? Менің сыныптастарымдай сыныптастар жоқ, өйткені менің сыныптастарым өте керемет жандар. Олар осы уақытқа дейін мені қолдап келді, кейде бәріміз бірге видеоға түсеміз, кейде осындай вайндар түсіріп кетеміз. Бірақ олар кейде ата-аналарымыз ұрсады деп, сол видеоларымызды ұтпай қалады, түсін салмай қаламыз. Вот солай, негізгі класстастарым өте жақсы. Балалармен де, қыздармен де бәріне жақсы араласамын. Сенің достарыңмен немесе класстастарыңмен бір өткізген қызықты оқиға бар ма? Бар. Короче, біздер апайымыздың туған күні болды. Соған біздер жолда бара жатып торт алып, апайымызға ыдыстар бәрін алып бара жатсақ, алдымыздан апай шықты. Апай біреудің үйіне қонаққа шақырған екен, Батыр апай. Бәріміз апайды көріп, артқа қарай қашқан есімде. Мен қазір сенің любой бір тілегіңді орындайын десем, қандай тілек айтар едің? iPhone 2 Pro Max алып бер деймін. iPhone X Pro Max. Сенің осы TikTok'та түсіріп жүрген видеоларыңа ұстаздарың, ата-аналарың, достарың қалай қарайды? Менің ұстаздарым ешкім маған қарсы болған жоқ. Ата-анамның тарапынан керісінше менде қолдау болды. Жарайсың, осылай түсе бер, актер шеберлігің бар екен, может бірдеңелерге қатысып көрерсің деді. Ал ұстаздарымның тарапынан, ұстаздарым даже менің видеоларымды қарайды, олар да күледі, сыныпта кейде маған прикол ұстайды сөйтіп. Ешкімнен ешқандай жаман тарап жоқ. Сен болашақ актрисасың ғой. Қазір бізге бір қызықты әзіл айтып берші. Баяғыда бір балық ішіп алып суға түсіп өлем депті. Ішпеген 2 бал суда жарысып батса, біреу айтады дейді, тоқташ деп қалмаса Сен өзің жақсы көретін 3 актерді немесе актрисаны ата. Күлпәш, Нәкуна, Катарып дейсін ойнап прикол. Белма. Қазір айтам, честно айтам. Кімет? Арыс, ана бір тоқсында Арыс, Анали, сосын ана Джонни атылмет, білмейм, айтты білмейм, кинодағы білмейм. Джонни. Иә, Джонни. Сол үшеуі ма? Сол үшеуі. Актриса болуды нешінші сыныптан қашаннан бастап армандадың? Мен 12 жасымда 6 сынып оқып жүргенде, оқты маған ата-анам телефон алып берген ғой, сол уақытта TikTok түсіріп, өзімше басында ең бірінші видеолар түсіріп сөйтіп. Қасымда ағалармен кейде бір өйде түсіреміз, сол күледі. Сол 6 сыныптан бастадым. Соларға жалғастырып жүрмін. Айнамкөз, осы сұхбатқа келісіп келгеніңе рахмет. Саған шығармашылық табыс тілеймін. Саған да шығармашылық табыс тілеймін. Осылай мені сұхбатқа шақырғаныңа да рахмет. Көп саған. Осылай ары қарай ютубыңды дамыта бер, инстаграмыңды дамыта бер. Үлкен жетістіктерге жете бер, саған да тілерім. Осымен достар, бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Мансур. Каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Давайте. Давайте, мне надо